Мені өзім жасамаған кісі өлтіру қылмысы үшін түрмеге отырғызды. 7 жыл бойы кінәсіз екенімді дәлелдеумен болдым, бірақ ешкім тыңдамады. Куәгер өтірік айтты. Тергеуші көзін жұмды. Прокурор шенін өсірді. Мен босап шыққанда жасым 38-де еді. Тым болмаса үйімнен тыныштық табармын деп ойладым. Бірақ менің ауылымды енді сол баяғы мені айыптаған тергеуші бақылап отыр екен. Енді ол жергілікті беделді тұлға, авторитет, және менің оралғаныма ол мүлде қуанышты емес. Жалғастырмас бұрын, қай қаладан екеніңізді пікірге жазыңыз. Бізге аудиториямыздың қай жақтан екенін білу маңызды. Ал енді жалғастырамыз. Автобус Светлый ауылының кіреберісіне тоқтады. Атауы келеке қылғанда естіледі. Мұнда жарық, Светлой, ештеңе қалмағалы қашан. Қолындағы сөмкесі жеңіл, іші бос дерлік еді. 2 ауысым іш киім, осы жылдар бойы қолданылмаған ұстара, босатылғаны туралы құжаттар және қызының 8 жыл бұрын түскен суреті. Ол кезде қызы 7-де еді, қазір 15-те. Ол қызының өмірінің жартысын өткізіп алды. Мұндағы ауа басқаша еді. Түрмедегідей сасық, қапырық, тер мен қорқыныш иісі аңқыған емес, еркін, салқын, пеш түтіннің дәмімен түскен жапырақтардың иісі сезіледі. Дмитрий жол жиегінде тұрып, ауылдың таныс бейнесіне қарады. Әне шіркеу, әне су мұнарасы, әне басты көшенің бойына шоғырланған үйлердің шатырлары. Бәрі баяғыша, бірақ әбден ескірген, тозған, мұнда уақыт баяу әрі ауыр ағып жатқандай. Үй шатырларына, қоршауларға және адамдардың жанына қонып қалғандай. Ол басты жолмен баяу, асықпай жүріп келе жатты. Егер тезірек жүрсе, бұл шындық быт-шыт болып шашылып кететіндей, және бұл күзетшінің дөрекі айқайынан оянып кететін камерадағы кезекті түс болып шығатындай қорықты. Жанынан көлік өтті. Жүргізуші оған қызыға қарады, бірақ тоқтамады. Ауыр сөмкелер асынған әйел өтіп бара жатып, оған қарап қабағын түйді де, қадамын тездетті. Танып қойды ма әлде бейтаныс адамнан қорықты ма, маңызды емес, жақында бәрі білетін болады. Мұндай ауылда жаңалық желденде жылдам тарайды. Дмитрий анасының үйі тұрған таныс көшеге бұрылды. Жүрегі бір жамандықты сезгендей сыздап қоя берді. Үй 3 жыл бұрын қарыздар үшін сатылып кеткен. Ол мұны адвокаттың хатынан білетін, бірақ бәрібір үйін аман есен, баяғы орнында буырқанған теңіздегі зәкірдей көруден үміттенді. Бірақ үй болуы тиіс жерге жеткенде, тек арамшөп басқан бос жерді көрді. Іргетасы әлі көрініп тұр. Тершіктің қисайған баспалдақтары жерден сынған тістердей сопиып шығып тұр. Қалғанның бәрі жоқ болып кеткен. Дмитрий бос жердің алдында тоқтап, бір кездері өз өмірі болған орынға қарап тұрып қалды. Ол осы жерде туды, осы жерде жүруді үйренді, осы жерде болашақ жары Оляны жолықтырды, осы жерде жаңа туған қызы Машаны алғаш рет қолына алды. Мұнда анасы оны әскерден күтіп алған еді. Осы жерден Ахат қаттанған. Үйленген соң әйелін осы үйге алып келген. Және осы үйде анасы инфаркттан қайтыс болды. Оның босап шығуын күте алмады, әділдікті көре алмады. Көршілері оның соңғы деміне дейін баласының кінәсіздігіне сенгенін жазған. Соңғы күніне дейін бәріне. Менің Димам өлтірген жоқ, ол олай істей алмайды, оны аяқтан шалдыды деп айтып кетіпті. Көзіне жас келді, бірақ Дмитрий оны сыртқа шығармай жұтып жіберді. Түрмеде ол жыламауды үйренген. Ол жақта көз жасы әлсіздіктің белгісі еді, ал әлсіздерді тез әрі аяусыз сындыратын. Ол терең тыныс алып демін шығарды да бос жатқан жерден теріс айналды. Өткенді қайтара алмайсың, үйді қалпына келтіре алмайсың, анаңды тірілте алмайсың. Бұны өмір деуге келсе, ары қарай өмір сүру ғана қалады. Ол бүкіл ауылды кесіп өтіп, автостанцияның екінші шетіне, жалғыз досы Иван Петрович Кулишев тұратын жаққа қарай беттеді. Иван өмір бойы автостанцияда слесарь болып жұмыс істеген. Ол Дмитрийдің үйлену тойында куәгер болған, Машаның өкіл әкесі. Және бәрі теріс айналғанда колонияға хат жазып тұрған жалғыз адам сол болды. Тіпті әйелі де жарты жылдан кейін хаттарға жауап беруді қойып, 1 жылдан соң ажырасу туралы құжаттарды жіберген. Ал Иван ай сайын, қысқа, артық сөзсіз болса да жазып тұрды. Және бұл Дмитрийді алғашқы жылдары жатып алып тұрғысы келмейтін кездерде ұстап тұрған жалғыз нәрсе еді. Автостанция ауылдың шетінде,
асфальт жол бітіп, тас жолға апаратын қара жол басталатын жерде орналасқан. Бірнеше қисайған ангарлар, бетон алаңқай, бояуы көшкен ескі өткізу пункті. Дмитрий өткізу пунктінен өтті. Күзетші көрінбеді. Шамасы түскі үзіліс болса керек. Аулада бірнеше ескі, тозығы жеткен автобустар тұрды. Олардың астынан механиктердің аяқтары көрінеді. Машина майының, бензин мен металдың иісі шығады. Таныс иіс, жаныңды тыныштандырады. Дмитрий жақын маңдағы ангарға барып, ішке көз тастады. Жартылай қараңғыда жұмыс үстеліне еңкейіп, бір бөлшекпен шұғылданып жатқан май-май жұмыс киіміндегі адамды көрді. Ағарған шаш, еңкіш арқа, еңбекпен қатайған қолдар. Иван, ол қартайыпты, жүдепті, бірақ қимылдарында бәрін соңғы бұрандасына дейін білетін шебердің нық сенімділігі әлі бар. Иван Петрович деп ақырын шақырды Дмитрий. Иван селк ете түсті де, артына бұрылып, бірнеше секунд бойы көзіне сенбей қарап тұрды. Содан кейін оның жүзі құбылып, Дмитрийге қарай ұмтылды да, оны ер адамша арқасынан қағып, қатты құшақтады. Дима, балам, тірі екенсің ғой. Құдай-ау, мен бұл күнді көре алмаймын ба деп ойлап едім. Шықтың демек, шықтың. Құдайға шүкір. Олар ангардың ортасында құшақтасып тұрды. Дмитрий Иванның иығының селкілдеп жатқанын сезді. Қария қысылмастан жылап жатты. Дмитрийдің де тамағына өксік тіреліп, тынысын тарылтты. Ол Иванды қаттырақ қысып, теріс айналмағаны, сатпағаны және ұмытпағаны үшін үнсіз алғыс айтты. Бір-бірінен ажыраған соң, Иван көз жасын дөрекі алақанымен сүртіп қысыла күлімсіреді. Ескі ақымақ, босап кеткенімді қарашы. Жарайды, үйге жүр. Мария ши пісіріп қойған, үшеумізге жетеді. Қалай болғанын айтып бер. Дмитрий басын изеп, сөмкесін алды да, Иванның соңынан ерді. Иванның үйі шағын, бірақ жайлы еді. Ол тікелей автостанция аумағында диспетчердің бұрынғы кеңсесінде орналасқан. Иванның әйелі Мария, ақкөңіл, толықша келген әйел, Дмитрийді туған ұлындай қарсы алды. Қолын сермеп, құшақтап, ас үйге алып кіріп, үстелге отырғызды да, бәйек болып дастархан жая бастады. Қалай асып кеткенсің, терімен сүйек қана қалыпты. Қазір мен саған тағы салып беремін. Жей, қысылма. Дмитрий үнсіз, ашқарақтана жеді. Қарны аш болғандықтан емес, бұл шын ниетпен, қамқорлықпен дайындалған үйдің тамағы болғандықтан. Колонияда тамақ тек өмір сүру үшін қажетті қуат көзі ғана еді. Ал мұнда әрбір нан қиқымы, әрбір қасық сорпа үйдің, отбасының және адамгершіліктің не екенін еске түсіріп тұрды. Иван қарсы алдында отырып, шылым шегіп, Дмитрийге аяушылықпен, мазасыздық толы ауыр көзқараспен қарап отырды. Дмитрий тамақтанып болған соң, Мария шай құйып, үстелге тосап қойды да, оларды оңаша қалдырып, басқа бөлмеге шығып кетті. Иван шылымын сөндіріп, орындықтың арқасына сүйенді. Дим, сенің оралғаныңа қуаныштымын. Шынымен қуаныштымын, бірақ саған бір нәрсені айтуым керек. Мұнда көп нәрсе өзгерді, және ол жақсы жағына емес. Дмитрий басын изеп, өзіне шай құйды. Байқадым, ауыл өлі сияқты. Адамдар көзге қарауға қорқады. Иван ауыр күрсінді. Қорқады емес, батылдары бармайды. Мұнда енді қожайын бар, бәріне ортақ бір қожайын. Ол сөз таба алмай тұрғандай біраз үнсіз қалды. Краснов, Виталий Леонидович Краснов, есіңде ме? Дмитрий қатып қалды, шай ішпек болған шыны аяғы аузына жете бергенде тоқтады. Краснов, оның ісін жүргізген дәл сол тергеуші, айғақтарды қолдан жасаған, куәгерлерге қысым көрсеткен, анық сәйкессіздіктерге көз жұмған дәл сол адам. Өз ұлын құтқару үшін, оны өзі жасамаған кісі өлтіру қылмысы үшін түрмеге отырғызған адам. Есімде, деді Дмитрий ақырын, оның дауысы тартылған ішектей қатайып кетті. Қалай ұмытарсың? Иван басын изеді. Ол 3 жыл бұрын зейнетке шықты, қандай да бір медаль алды, салтанатты түрде шығарып салу, мінсіз қызмет туралы сөздер айтылды, содан кейін осы ауылда қалды. Басында ақырын, байқатпай көлік жуу орнын ашты, сосын дүкен, кейін тағы біреуін, бизнестің жартысын сатып алды, содан кейін айналасына адамдар жинай бастады, бұрынғы менттерді, соққыға жығылғандарды, жергілікті бұзақыларды. Бір топ құрып алды. Дмитрий шынаяқты саусақтары ағарғанша қатты қысып, үнсіз тыңдап отырды. Иван жалғастырды.
Қазір ол бәрін бақылайды. Базарды, автостанцияны, жанармай бекеттерін, дүкендерді. Бәрі оған салық төлейді, пайданың пайызын береді. Кім төлемейді, оның өмірі тозаққа айналады. Өрт қою, ұрып-соғу, терезелерді шағу, отбасына қоқан-лоққы көрсету. Полиция үнсіз, өйткені оның адамдарының жартысы бұрынғы менттер, ал қалған жартысы оның айлығында отыр. Әкімшілік те оның қалтасында, ешкім қарсыласпайды ма? Деп сұрады Дмитрий. Иван ашы күлімсіреді. Талпынғандар болды. 1 жыл бұрын Семенович есіңде ме, азық-түлік дүкені болатын. Төлеуден бас тартты. Өмір бойы адал еңбек еткенін, бандиттерді асырамайтынын айтты. 1 аптадан соң дүкені күлге айналды. Түнде өрт қойған, өзі әрең қашып шықты. Содан кейін Семенович ішіп кетті, қыста қайтыс болды. Жүрегі шыдамады. Дмитрий шынаяқты үстелге қойды. Басында ашу мен қаһарға толы ойлар ағылды. Демек, ол өзі жасамаған қылмысы үшін торда отырғанда, бұл оңбаған Краснов тек бостандықта қалып қана қоймай, ауылдың қанын сорған жергілікті беделдіге айналған ба? Әділдік. Қандай келемеш? Ұлы да осында ма? Деп сұрады Дмитрий. Оның дауысынан суық үн естілді. Иван басын изеді. Кирилл, ол ішіп кеткен, азғындаған, үнемі есірткі қолданады, бұзақылық жасайды. Әкесі оны қорғайды, бірақ айтуларынша оны жек көреді. Кирилл сол күні басталған оқиғаның тірі ескерткішіне айналды. Сол Кирилл Краснов 7 жыл бұрын мас күйінде жергілікті бизнесмен Артем Гуровты пышақтап өлтірген еді. Болмашы нәрсе үшін, барда оған тағы бір рюмка құюдан бас тартқан үшін. Кирилл мас, агрессивті болған, пышағын шығарып, Гуровтың ішіне 3 рет сұққан. Содан кейін қашып кетіп, пышақты қоқыс жәшігіне тастап, тергеуші әкесіне келіп мойындаған. Әкесі мәселені өз білгенінше шешті. Кінәсіз адамды айыптады. Дмитрийді кісі өлтірілгеннен кейін 2 күннен соң тұтқындады. Пышақ оның гаражынан табылды. Пышақ жүзінде Гуровтың қанының іздері мен Дмитрийдің саусақ іздері болды. Куәгерлер сол түні Дмитрийдің Гуровтың соңынан бардан шығып бара жатқанын көргендерін айтты. Бәрі мінсіз үйлесті, тіпті тым мінсіз. Дмитрий өзін аяқтан шалғанын, сол түні барда мүлде болмағанын, үйде жұмыс істеп көршісі Тоня әжейдің электр желісін жөндегенін айтып айқайлады. Бірақ Тоня әжей қысымның астында айтқанынан айнып, оның кешкі сағат 20:00-де кетіп қалғанын, ал кісі өлтіру оқиғасы 22:00-де болғанын айтты. Адвокат мемлекет тағайындаған, ешқандай ынтасы жоқ, әлсіз адам еді. Сот тек формальдылық болды. Үкім 10 жыл. Дмитрий 7 жыл отырды. Үлгілі мінез құлқы, жұмыс істегені, режимді бұзбағаны және қақтығысқа түспеген үшін мерзімінен бұрын шартты түрде босатылды. Өйткені іштей егер толық мерзімін өтесе, 40-тан асқанда шығатынын және өмірі бір жола бітетінін түсінді. Дим, мені мұқият тыңда. Иван жақынырақ еңкейіп, дауысын бәсеңдетті. Сен мұнда жағымсыз қонақсың. Краснов сенің шыққаныңды біледі. Ол мұндай нәрселерді бақылап отырады. Ол сенің не істейтініңді күтеді. Егер сен өткенді қаза бастасаң, ескіні қозғап, әділдік іздесең, ол сенің көзіңді құртады. Заңды түрде ме, әлде басқалай ма, бәрібір құртады. Онда билік, ақша, байланыс бар, ал сенде ештеңе жоқ. Дмитрий Иванға ұзақ қарап тұрды да, байсалды түрде. Мен ештеңе қазбаймын. Мен тек өмір сүргім келеді, жұмыс тауып, баспана жалдап, қызыммен байланыс орнатуға тырысамын. Маған соғыс керек емес. Иван жеңілдеп қалғандай тыныс алды. Сол дұрыс. Күте тұру, шыдау, айналып өту. Бұл жерде аман қалудың жалғыз жолы осы. Дмитрий басын изеді, бірақ іштей бір нәрсе селт ете қалды. Ол шындықты айтты. Оған соғыс керек емес, бірақ шындық оның қалауына байланысты емес еді. Кейде соғыс сені өзі тауып алады. Келесі күні Иван Дмитрийге жергілікті базарға жүк тасушы болып орналасуға көмектесті. Жұмыс қарапайым, ауыр еді. Машиналардан жүкті түсіру, жәшіктерді тасу, қоқысты жинау. Аз төледі, бірақ Дмитрийге бәрібір еді. Бастысы, бұл аз да болса ақша және қол қусырып отырмау мүмкіндігі.
Колонияда ол кез келген жұмысты бағалауды үйренген, өйткені ол ойлардан, естеліктерден және іштей қайнап жатқан, сыртқа шыққысы келетін ашудан алаңдататын. Базар шағын еді. Бірнеше қатар сауда палаткалары, онда көкөніс, ет, киім-кешек, ұсақ тұрмыстық техника сатылатын. Негізінен қарт адамдар жұмыс істейтін, басқа барар жері жоқ, тиын-тебен үшін сауда жасап күн көріп жүргендер. Дмитрийді сақтықпен қабылдады. Жаңа адам оның үстіне сотталған. Бұл оның көзқарасынан, жүріс-тұрысынан, әрбір отырған жылын белгілеу үшін камерада өзі жасаған татуировкалармен қапталған қолдарынан көрініп тұратын. Алғашқы аптада ол үнсіз жұмыс істеді, әңгімеге араласпады, жұмысын тез әрі сапалы атқарды. Бірте-бірте адамдардың көңілі жіби бастады. Картоп сатып отырған Василий ақсақал онымен бірінші болып сөйлесті. Сен, жігіт, тұйық болсаң да, жақсы жұмыс істейсің. Қазіргі жастар сияқты емесің, олар тек телефонға үңілуді біледі. Дмитрий басын изеп, алғыс айтты. Әңгімелері қысқа, абайлап айтылатын, бірақ бұл бастама еді. Жұма күні бірінші аптаның соңында базарға қонақтар келді. Терезелері қап-қара етіп тонировкаланған қара жол талғамайтын көлік орталық өткелге келіп тоқтап, жолды бөгеп тастады. Одан 3 адам шықты, спорттық киім киген, көздері бос, жүздерінен өр көкіректі кесетін 2 жас жігіт. Үшіншісі егделеу, жасы 40-тарда, үстінде қымбат былғары күрте, мойнында алтын шынжыр, саусақтарында жүзіктері бар. Жүзі таныс сияқты, бірақ Дмитрий қайдан екенін есіне түсіре алмады. Саудагерлер бірден ширықты. Біреулер теріс айналды, біреулер іспен айналысқан болды. Үшеуі өз иеліктерін аралаған қожайындардай қатарларды баяу аралап шықты. Әр палатканың алдында тоқтап, бір нәрселер айтып, конверттер немесе ақша жинап алып, бастарын изеп, ары қарай кетіп жатты. Салық жинау. Классикалық схема. Олар Василий ақсақалдың палаткасына жетті. Ол басын төмен салып, қолына бүктелген конвертті ұстап тұр екен. Ал, шал, дайынсың ба? Деп сұрады күрте киген басшысы. Василий үнсіз конвертті ұсынды. Басшысы алып, санап шықты да, қабағын түйді. Аз. Өткен айда көп еді. Василий ақырын кешірім сұрағандай сөйледі. Сауда нашар, Сергей Викторович. Адамдарда ақша жоқ. Әрең жинадым. Басшысы мысқылдады. Бұл сенің мәселең, шал. Бізге толық сома керек. Ережені білесің ғой. Спорттық киімдегілердің бірі алға шығып, картоп салынған жәшікті жұлып алып, жерге аударып жіберді. Картоп жан-жаққа шашылып, балшыққа домалады. Василий ах деп, жинай бастады. Не істеп жатсыңдар? Бұл менің бүкіл тауарым ғой. Мұны 1 апта бойы жинадым. Жігіт күліп жіберіп, тағы бір жәшікті теуіп қалды. Ал, тағы бір рет жинап ал, шал, келесі жолы толық соманы әкелесің. Түсінікті ме? Дмитрий 10 метр жерде тұрып, пияз салынған қаптарды түсіріп жатқан, бәрін көрді, бәрін естіді. Ішінде бір нәрсе түйіліп, сосын қызып ашуға, қаһарға айнала бастады. Ол араласпауы керек екенін білетін. Иван ескерткен. Бұл Красновтың адамдары. Аралассаң жаман болады. Бірақ әлгі жігіт тізерлеп картоп жинап жатқан Василийді тебуге оқталғанда, Дмитрий орнынан қозғалды. Ол арақашықтықты тез кесіп өтіп, жігіт теппек болған сәтте оның қолынан шап беріп ұстап, артына қайырып жіберді. Жігіт күтпеген жерден ауырғаннан айқайлап жіберді. Жетер деді Дмитрий ақырын, бірақ бәрі еститіндей етіп. Ол қарт адам, оны жайына қалдырыңдар. Екінші жігіт алға ұмтыла бергенде, басшысы оны қолымен тоқтатты. Ол, Дмитрийге мұқият, бағалағандай қарап тұрды да, баяу жымиды. О, жаңа адам ба? Сен кімсің, батыр? Дмитрий жігіттің қолын жіберді. Ол білегін уқалап, жек көре отырып шетке шықты. Мен тек қарияны жайына қалдыруды сұраймын. Ол қолынан келгенін берді. Басшысы жақындап келіп, Дмитрийдің жүзіне үңілді, кенет оның түрі өзгеріп кетті. Көзінен танығаны байқалды. Бұл Соколов қой. Димка, Соколов, сен оралдың ба? Қылмыскер бостандықта ма? Ол жігіттеріне бұрылып мысқылдады. Жігіттер, бұның кім екенін білесіңдер ме?
Бұл 7 жыл бұрын Гуровты пышақтап тастаған адам отырып шығыпты. Мәссаған. Базарда тыныштық орнады. Бәрі Дмитрийге қарады. Кейбіреулердің көзінде қорқыныш, кейбіреуінде айыптау. Тізерлеп отырған Василий Дмитрийге қорқынышпен қарап шетке қарай жылжыды. Дмитрий жұдырығын түйіп, үнсіз тұрды. Ол өлтірген жоқ еді, бірақ оны дәлелдеу мүмкін емес еді. Бәрі үшін ол қаншер. Басшысы жақын келіп, Дмитрийдің кеудесіне саусағын түртті. Мені мұқият тыңда, Соколов. Сен мұнда ешкім емесің. Кісі өлтірген үшін отырып келген зексің. Бізге қалай өмір сүруді үйретуге құқығың жоқ. Түсіндің бе? Ақылды болсаң, тыныш жүр, көзге түспе. Біздің ісімізге араласатын болсаң, сені ешкім таппайтындай етіп көміп тастаймыз. Краснов Виталий Леонидович сәлем айтып жатыр. Айтпақшы, ол сенің оралғаныңды біледі, және жақында сенімен сөйлескісі келеді. Ол бұрылып, жігіттерінің иығынан қақты. Кеттік, балалар, мұнда бәрі түсінікті. Олар көлікке мініп, артында шаң мен ауыр үнсіздік қалдырып кетіп қалды. Дмитрий олардың соңынан қарап тұрып қалды. Саудагерлер оған қарамай тарап кетті. Василий үнсіз картоптарын жинап алды, алғыс айтқан жоқ. Дмитрий өзінің аласталған адамға изгой айналғанын түсінді. Зек, қаншер, бүлікші ешкімге керек емес. Кешке Иванға оралғанда ол оны мұңды жүзбен қарсы алды. Естідім. Бүкіл базар сенің Красновтың адамдарына тиіскеніңді айтып жатыр. Дима, мен саған айттым ғой, көзге түспе деп. Дмитрий шаршап үстелге отырды. Олар қарияны ұрып жатыр еді. Иван, мен жай ғана қарап тұра алмадым. Иван күрсінді. Қарап тұра алар едің. Тұруың керек еді. Енді олар сенің үндемей қалмайтыныңды біледі. Енді Краснов міндетті түрде сенімен сөйлескісі келеді, ол әңгіме жақсы болмайды. Дмитрий Иванның сөзі дұрыс екенін түсініп басын изеді, бірақ іштей өкінген жоқ. Түрмеде ол көп нәрсені үйренді, бірақ ең бастысы, адамгершілікті жоғалтпауды үйренді. Ол жақта сынғандар, хайуанға айналғандар, джунгли заңымен өмір сүргендер болды, бірақ қадір қасиетін сақтағандар, әлсіздерді қорғағандар, бәріне қарамастан адам болып қалғандар да болды. Дмитрий соңғылардың қатарынан еді, егер бұл қиындық әкелетін болса, әкелсін. Түнде ол ұйықтамады, Иван берген бөлмедегі жиналмалы төсекте жатып төбеге қарап жатты. Қызы туралы ойлады, ол қазір қайда, ол туралы ойлайды ма, есінде ме? Оның оралуын күте алмай қайтыс болған анасы туралы ойлады. Краснов туралы ойлады, бұл адам оның өмірінің 7 жылын ұрлады, отбасын талқандады, анасын өлтірді. Ал қазір ол мұнда тұрып жатыр, билік жүргізіп, байып жатыр, ал Дмитрий, ол ешкім емес. Өткені де, болашағы да жоқ зек. Ішінде бір жерде ашу ыза оянды, суық, есептелген ашу. Бұл қаһар немесе кек алу тілегі емес, жай ғана түсіну еді. Бұлай өмір сүруге болмайды. Айналада заңсыздық болып жатқанда үндемей тұруға болмайды. Күштілер әлсіздерді қорлағанда тығылып отыруға болмайды. Ол соғыс іздеген жоқ, бірақ соғыс келсе, ол шегінбейді. Қоңырау келесі күні соғылды. Сенбі күні таңертең Дмитрий Иванға ескі автобусты жөндеуге көмектесіп жатқан. Автостанция қақпасына жылтыраған, қымбат, мына тозығы жеткен жерге мүлде үйлеспейтін қара ауре келіп тоқтағанда, одан қатаң костюм киген, орта жастағы, шашы ұқыпты қиылған, суық жанарлы ер адам шықты. Ол тікелей Дмитрийге келіп, 2 метрдей жерде тоқтап, оны бағалағандай қарап шықты. Дмитрий Соколов па? Деп сұрады ол бір қалыпты, ресми тонмен. Дмитрий қолын шүберекпен сүртіп, басын изеді. Мен. Виталий Леонидович Краснов сізді кездесуге шақырады. Бүгін сағат 14:00-де Причал мейрамханасы. Машина сізді 13:30-да алып кетеді. Сұрақтар бар ма? Дмитрий оған ұзақ қарап тұрды. Ал егер бас тартсам ше? Ер адам мысқылдады, бірақ ол жерде көңілділік жоқ еді, тек суық қоқан-лоққы ғана. Виталий Леонидович бас тартуды естуге үйренбеген. Өзіңізге артық қиындық тудырмауға кеңес беремін. Кездескенше. Ол бұрылып кетті. Көлігіне мініп, жүріп кетті. Жанында гайка кілтін ұстап тұрған Иванның өңі қуарып кетті. Дейін, бұл жаман.
Краснов шақырып жатыр, ол сені қорқытқысы келеді немесе одан да жаман. Дмитрий иығын қиқан еткізді. Онда барып, не айтатынын тыңдаймын, басқа не істеймін? Қашамын ба, тығыламын ба? Мен онсыз да 7 жыл тордың артында тығылдым. Жетер. Иван бірдеңе айтқысы келді, бірақ үндемеді. Оны көндірудің пайдасыз екенін білді. Дмитрийдің мінезі сондай еді. Егер шешсе, соңына дейін барады. Сағат 13:30-да Дмитрийге шындығында да сол ауыр келді. Ол өзінде бар жалғыз тәуір джинсы мен жейдесін киді. Шықты. Жүргізуші үнсіз артқы есікті ашты. Дмитрий отырды. Салоннан қымбат былғары мен хош иістендіргіштің иісі шығады. Бүкіл ауыл арқылы орталыққа қарай, шағын тоғанның жағасында орналасқан причал мейрамханасына дейін 15 минут үнсіз жүріп отырды. Бұл маңайдағы үйлену тойлары, мерейтойлар мен маңызды кездесулер өтетін жалғыз тәуір жер еді. Көлік кіреберіске тоқтады. Дмитрий түсті. Есіктің алдында қара костюм киген, құлағына тыңдағыш таққан 2 күзетші тұр екен. Бірі басын изеді. Өтіңіз. Сізді верандада күтіп отыр. Дмитрий ішке кірді. Мейрамхана бос дерлік еді. Тек тоғанға қарайтын верандадағы бір үстелде Виталий Краснов отырды. Дмитрий оны бірден таныды, бірақ ол өзгерген екен. Қартайған, толысқан, шашы ағарған, бірақ көздері баяғыша суық, есепшіл, қалағанын алуға дағдыланған жыртқыштың көзі. Үстінде қымбат костюм. Білегінде алтын сағат жарқырайды. Үстелде бір бөтелке қымбат коньяк пен 2 бокал тұр. Краснов Дмитрийді көріп, жайдары, достық пейілмен күлімсіреді, бірақ күлкісі көзіне жетпеді. Дмитрий, отыр, қысылма. Ол қарсы алдындағы орындықты нұсқады. Дмитрий барып, Красновтан көз алмай отырды. Ол 2 бокалға да коньяк құйып, біреуін Дмитрийге қарай сырғытты. Кездесу үшін, бостандық үшін ішейік. Дмитрий бокалға тиіскен жоқ. Краснов мысқылдап, өзінікін бір деммен ішіп салды да, бокалды үстелге қойды. Ал, түсінемін, ренжулісің, оған құқығың бар. Дмитрий алға қарай еңкейді. Дауысы ақырын, бірақ нық шықты. Сен мені өзім жасамаған кісі өлтіру қылмысы үшін отырғыздың. Сен айғақтарды қолдан жасадың, куәгерлерді қорқыттың, істі жаптың. Менің өмірімнің 7 жылы. Анаң мені күте алмай қайтыс болды. Әйелім ажырасты. Қызым менімен сөйлескісі келмей. Сен өзіңнің қаншер ұлыңды құтқару үшін менің өмірімді талқандадың. Ал сен мені жай ғана ренжулі деп ойлайсың ба? Красновтың жүзі өзгерді. Күлкі жоғалды, суық маска қалды. Ол орындықтың арқасына сүйеніп, қолын кеудесіне айқастырды. Мені мұқият тыңда, Соколов. Иә, мен сол істі жүргіздім. Иә, тергеу солай жүрді. Бірақ үкімді сот шығарды. Мен емес. Сен заң бойынша сотталдың, отырып келдің, шықтың. Іс жабылды. Егер сен қазір бірдеңе қазып, бірдеңе дәлелдеп, істі қайта қарауға беремін деп ойласаң, ұмыт. 7 жыл өтті. Куәгерлер не қайтыс болды, не ұмытып кетті. Немесе еске алғысы келмей. Айғақтар жойылған. Іс архивте. Сенің мүмкіндігің жоқ. Дмитрий үстел астында жұдырығын түйді. Сенің ұлың Кирилл Артем Гуровты өлтірді. Ол оны мас күйіндегі төбелестеп пышақтады. Ал сен мені аяқтан шалдың. Краснов жақынырақ еңкейді. Дауысы суық қоқан лоққыға толы еді. Айыптауларыңда абай бол. Сенде дәлел жоқ. Ал менде сенің кінәңді растайтын құжаттар бар. Сен кісі өлтірген үшін сотталған адамсың. Зекке кім сенеді? Сені біреу тыңдайды деп ойлайсың ба? Сен аласталған адамсың. Қоғамның қалдығысың. Ал мен сыйлы адаммын, мінсіз қызметтік тізімі бар бұрынғы тергеушімін, імнің еңбек сіңірген қызметкерімін, меценатпын. Кімге сенеді? Маған ба, әлде саған ба? Ол артқа шалқайып, өзіне тағы коньяк құйып ішті. Бірақ мен сені мұнда салғыласу үшін шақырған жоқпын. Мен іс жүзіндегі адаммын. Сен оралдың. Мен мұны түсінемін. Саған тұратын жер, күнелтетін қаражат керек. Мен көмектесе аламын.
Жұмыс беремін, дұрыс, жақсы төленетін, менің фирмаларымның біріне орналастырамын. Тәуір ақша аласың, үй жалдай аласың, өміріңді реттейсің. Жалғыз шарт. Сен үндемейсің, өткенді қазбайсың, артық сұрақ қоймайсың, өз ісің емес жерге араласпайсың, тыныш өмір сүресің, жұмыс істейсің, және біз бір-бірімізге тиіспейміз. Бұл адал ұсыныс. Дмитрий оған ұзақ қарап тұрды. Ұсыныс өте тартымды еді. Жұмыс, ақша, тым болмаса бір нәрсені бастау мүмкіндігі. Ол келісуіне, басын төмен салып, көнуіне болар еді. Бұл ең оңай жол болар еді. Бірақ іштей бір нәрсе қарсы шықты. Бұл дұрыс емес екенін, бұл өзін, анасын, сол жат қылмыс үшін тор артында өткізген 7 жылын сату екенін айтып іштей айқайлады. Ал егер бас тартсам ше? Деп сұрады Дмитрий. Краснов қырсықтықтан шаршағандай күрсінді. Онда басқаша болады. Мен сенің мұнда бүлік шығарып, тәртіпті бұзуыңа жол бере алмаймын. Кеше сен менің адамдарымның ісіне араластың, базарда қандай да бір шалды қорғадың. Бүгін шал, ертең тағы біреу. Сосын өткенді қаза бастайсың, куәгерлерді іздейсің, полицияға, прокуратураға барасың. Маған бұл керек емес. Сондықтан, егер менің ұсынысымнан бас тартсаң, мен шара қолдануға мәжбүр боламын, және ол шаралар қатал болады. Сен қайтадан тордың артына түсуің мүмкін, әрі өте тез. Мысалы, шартты түрде босату ережелерін бұзу, немесе қандай да бір жаңа іс. Мен жолын табамын. Немесе жай ғана жоғалып кетуім мүмкін. Жазатайым оқиға. Адамдар жоғалып тұрады. Ондай болады. Әсіресе отбасы жоқ, байланысы жоқ, ешкімге керек емес бұрынғы зектермен. Ол орнынан тұрып, галстугін түзеді де, Дмитрийге жоғарыдан төмен қарады. Сонымен шешім қабылда. Дүйсенбіге дейін уақытың бар. Егер маған жұмыс істеуге және үндемеуге келіссең, менің офисіме кел. Мекен жайын саған береді. Егер бас тартсаң, бізді жау деп есепте. Ал жаулармен мен есептесіп жатпаймын. Кездесу аяқталды. Ол визиткасын шығарып үстелге тастады да, бұрылып кетіп қалды. Күзетшілер оны көлігіне дейін шығарып салды. Дмитрий үстелде тиілмеген коньяк бокалына қарап отырып қалды. Ішінде бәрі қайнап жатты. Ашу, дәрменсіздік, жек көрушілік. Красновтікі дұрыс еді. Ештеңені дәлелдеу мүмкін емес. Куәгерлер үндемейді немесе қайтыс болған. Айғақтар жойылған. Іс жабылды. Жүйе өз адамдарын қорғайды, ал ол, Дмитрий, ешкім емес. Кез келген сәтте қайтадан отырғызуға немесе көзін құртуға болатын зек, қоғам қалдығы. Бірақ Красновқа жұмыс істеуге келісу, үндеу, төзу. Бұл сатқындық болар еді, анасының аруағын сату, өзін-өзі сату болар еді. Ол орнынан тұрып мейрамханадан шықты. Күзетшілер оны көзбен шығарып салды. Далада күн шуақты, жылы еді. Адамдар балалармен серуендеп күліп жүр. Өмір оның ауыртпалығына, оның таңдауына немқұрайлы қарап, өз арнасымен ағып жатыр. Дмитрий бүкіл ауылды жаяу кесіп өтіп, автостанцияға қайтты. Жол бойы ойланды, бәрін саралады. Не маңызды? Аман қалу ма, әлде ұстаным ба, қауіпсіздік пе, әлде әділдік пе? Түрмедегі 7 жыл оны аман қалуға үйретті. Бірақ сонымен бірге ол ұстанымсыз адамның хайуанға айналатынын да үйретті. Ол оралғанда Иван оны сұраулы көзқараспен қарсы алды. Ал қалай? Дмитрий үйге кіріп, үстелге отырды да басын қолына қойды. Ол үндемегенім үшін жақсы жұмыс ұсынды. Егер бас тартсам, өлтіремін немесе қайтадан отырғызамын деп қорқытады. Иван қасына отырып, не шештің? Деп сұрады. Дмитрий басын көтеріп, Иванға қарады. Мен бас тартамын. Өмірімді талқандаған адамға жұмыс істей алмаймын. Айналада заңсыздық болып жатқанда үндемей тұра алмаймын. Иван ауыр күрсінді, бірақ тоқтатуға тырысқан жоқ. Пайдасыз екенін білді. Онда соғысқа дайындал, деймін. Краснов бас тартуды кешірмейді. Дмитрий басын изеді. Білемін, бірақ мен бірінші болып бастамаймын. Тек өмір сүремін, жұмыс істеймін, көзге түспеймін. Егер ол тиіссе, қорғанамын. Басқаша қолымнан келмейді. Дүйсенбі күні Дмитрий Красновтың офисіне барған жоқ,
базарда жүк тасушы болып жұмысын жалғастырды, үнсіз жәшіктерді тасып, әңгімеден қашты. Саудагерлер баяғыша одан алшақ жүрді, бірақ Василий ақсақал бірде келіп алма ұсынды. Сол жолы ара түскенің үшін рахмет. Ол үшін саған таяқ тигенін білемін. Мұндағылардың бәрі қорқақ емес, жай ғана қорқады. Мен де қорқамын, бірақ рахмет айтуым керек еді. Дмитрий алманы алды да басын изеді. Оқасы жоқ. Василий кетіп қалды, бірақ бұл кішкентай ілтипат жанын жылытты. Бір апта тыныш өтті. Дмитрий, бәлкім, Краснов оны жайына қалдыруды, соқтығыспауды шешкен шығар деп ойлай бастады. Бірақ жұма күні кешке, ол жұмыстан қайтып келе жатқанда біреу айқайлады. «Әй, Соколов!» Дмитрий артына бұрылды. Бұрыштан 3 адам шықты. Базарға келген сол баяғы дәу жігіттер, және тағы бір жаңа ұзын бойлы, бетінде тыртығы бар адам. Олар жолын бөгеп оны қоршап алды. «Естідік. Бастықтың ұсынысынан бас тартыпсың ғой», деді тыртығы бар адам. «Ақымақтық. Өте ақымақ іс. Енді біз саған мұнда өзіңді қалай ұстау керектігін түсіндіруіміз керек». Дмитрий жағдайды бағамдады. 4-еуі бір адамға қарсы. Тар көше. Айналада ешкім жоқ. Классикалық тұзақ. Ол қашуға тырысуына болар еді, бірақ бұл қорлық болар еді. Оның үстіне қашып құтыла алмас еді. Олар жас, жылдам. Тек төбелесу ғана қалды. Керек емес деді Дмитрий сабырмен. Кетіңдер. Мәселе туындағанын қаламаймын. Тыртығы бар адам күліп жіберді. Естідіңдер ме, ол мәселе туындағанын қаламайды екен. Кеш, бауырым. Мәселе қасыңда тұр. Ол қолындағы битаны таяқты сілтеп қалды. Дмитрий инстинктивті түрде әрекет етті, соққыдан жалтара беріп, жақын келіп, шынтағымен күн сәулесі тоғысқан тұстан сол нечное сплетение ұрды. Әлгі адам битасын түсіріп алып, еңкейіп қалды. Дмитрий битаны іліп әкетіп, бұрыла беріп екіншісінің тізесінен ұрды. Сырт еткен дыбыс айқай, екеуі жерде жатыр. Қалған екеуі бірдей тап берді. Дмитрий битамен қорғанды, бірақ олар екеуі. Олар үстіне мініп жерге жықты, ішінен, қабырғасынан бетінен соққылар жауды. Дмитрий қолынан келгенше қорғанды, жауап қайтарды, бірақ күштен емес еді. Ол қабырғаларының сықырлағанын, ерінің жарылғанын, қан аққанын сезді, бірақ берілмеді. Тістеп, тырнап, басымен тізесімен, қолынан келгеннің бәрімен төбелесуді жалғастырды. Ақыры олар ауыр тыныстап, шетке шықты. Дмитрий асфальтта соққыға жығылған, қан жоса күйде, бірақ есін жоғалтпай жатты. Тыртығы бар адам қанаған мұрнын сүртіп, оның үстіне еңкейді. Бұл бірінші ескерту, Соколов. Келесі жолы бұдан да жаман болады. Кеш болмай тұрғанда ауылдан кет. Краснов қалжыңдамайды. Олар бір-бірін сүйемелдеп, ақсаңдап кетіп қалды. Дмитрий қарайған аспанға қарап жата берді. Денесі ауырсынудан жанып бара жатты, бірақ ішінде болаттай қатты әрі суық ашу ыза бар еді. Ол баяу әрең көтеріліп, қоршауларға сүйеніп автостанцияға жетті. Иван оны зәресі ұшып қарсы алды, үйге кіруге көмектесіп, диванға жатқызды. Мария су, бинт, зеленка келіп, үнсіз жараларын таңып, ақырын жылап отырды. Дим, ауруханаға бару керек. Қабырғаларың сынып кеткен жоқ па? Дмитрий басын шайқады. Керек емес, ол жақта сұрақ қоя бастайды. Полиция келеді, ал полиция мұнда Красновтың жағында. Тек жағдайды қиындатып аламын. Ол түн бойы ауырсынудан ұйықтай алмай жатты. Ары қарай не істеу керектігін ойлады. Заттарын жинап, қашып кетуге болар еді. Қайда болса да бәрібір, ең бастысы Красновтан, мына қарғыс атқан ауылдан алысқа. Бірақ бұл жеңілу болар еді. Бұл Красновтың түпкілікті жеңгенін, оның Дмитрийді тек түрмеге отырғызып қана қоймай, туған үйінен қуып шыққанын, сағын сындырып, қашуға мәжбүр еткенін білдірер еді. Жоқ, ол қашпайды. Егер Краснов соғыс қаласа, соғыс болсын. Бірақ ол қалаған соғыс емес. Дмитрий өзінше ақылмен, шыдамдылықпен, әдістемелі түрде күреседі. Ол жолын табады, дәлелдер табады, куәгерлерді табады, өзінің кінәсіз екенін дәлелдейді. Сонда Краснов бәрі үшін жауап береді.
2 күннен кейін Дмитрий ауырсынуға қарамастан орнынан тұрды. Қабырғалары бүтін екен, тек соғылған, өзі тексеріп көрді. Беті ісіп кеткен, бірақ жазылады. Ол жұмысқа оралды. Саудагерлер оған аянышпен және қорқынышпен қарады, бірақ Василий тағы да жанына келіп, бір бөтелке су ұсынды. Шыда, жігіт, сен мықтысың. Дмитрий суды алып, алғыс айтты. Қолдаудың кішкентай белгілері ойлағаннан да көп маңызға ие еді. Сенбі күні Дмитрий жұмыстан қайтып келе жатқанда, оған 50-лер шамасындағы, қарапайым орамал таққан, шаршаған жүзді әйел жақындады. Ол біреу көріп қоймасын дегендей жан-жағына қарап, сыбырлап тез сөйледі. Сен Соколовсың. Дмитрий Соколов. Ол басын изеді. Мен Тоня әжеймін. Мені танисың ба? Дмитрий есіне түсірді. Тоня әжей, анасының көршісі, кісі өлтіру болған түні электр желісін жөндеп берген сол әйел. Сотта оның ерте кетіп қалғанын айтқан сол адам. Танимын, деді ол ақырын. Әйел көзін төмен түсіріп, асығып, мүдіре сөйледі. Менің қалағаным бұл емес еді. Олар мені мәжбүрледі. Сол тергеуші Краснов маған келіп, егер ол айтқандай айтпасам, ұлымды түрмеге отырғызатынын айтты. Ұлымның ол кезде заңмен мәселесі бар еді. Мен қорықтым, өтірік айттым. Кешір мені, Дмитрий, мен өмір бойы осымен өмір сүріп келемін. Ар-ұжданым маза берер емес. Мен сенің өлтірмегеніңді білемін. Сен менің үйімде кешкі сағат 23:00-ге дейін болдың. Ас үйде жарықты жөндедің, ал кісі өлтіру 22:00-де болды. Сен істей алмайтын едің. Дмитрий құлағына сенбей тұрып қалды. Куәгер. Өтірік айтқанын мойындап тұрған тірі куәгер. Бұл мүмкіндік. Тоня әжей, сіз прокуратурада ресми түрде жаңа түсініктеме беруге дайынсыз ба? Әйел қорқып кетіп басын шайқады. Жоқ, Краснов өлтіреді. Ол бәрін бақылап отыр. Мен тек сен біліп жүрсің деп шындықты айтқым келді. Бірақ ресми түрде бара алмаймын. Ұлым үшін қорқамын. Немерелерім үшін. Кешір. Ол бұрылып тез кетіп қалды. Дмитрий естігенін қорытып тұрды. Ол ресми түрде түсініктеме бермейді, бірақ оның мойындағанның өзі көп нәрсені білдіреді. Демек, шындық бар еді, демек, оны шынымен де аяқтан шалған. Егер бір куәгер ресми болмаса да мойындауға дайын болса, демек басқалары да болуы мүмкін. Іздеу керек, қазу керек. Ол Иванға оралып, бәрін айтып берді. Иван тыңдап болып, ойланып қалды. Дим, бұл қауіпті. Егер Краснов сенің қазып жатқаныңды білсе, ол ештеңеден тайынбайды. Ол сені өлтіреді. Дмитрий басын изеді. Білемін, бірақ менің таңдауым жоқ. Кінәсіз екенімді біле тұра, ал нағыз қаншер бостандықта жүргенде мен бұлай өмір сүре алмаймын. Шындыққа жетуім керек. Маған көмектес, Иван. Сен мұндағы адамдарды танисың ғой. Тағы кім куә болды? Сол түні кім бірдеңе көрді? Иван ұзақ үндемей тұрды да күрсінді. Тағы бір Сергей Быков болған. Ол кісі өлтіру оқиғасы болған барда күзетші болып жұмыс істеген. Ол сенің Гуровтың соңынан шыққаныңды көрдім деп түсініктеме берді. Бірақ менің есімде, Быков кейін жұмыстан шығып, ауылдан кетіп қалды. Оған аузын жауып, кетіп қалу үшін ақша төлет деп айтатын. Бірақ ол қазір қайда білмеймін. Табу керек, деді Дмитрий нық сеніммен. Сол Быковты табамын, сөйлеуге мәжбүрлеймін және басқаларды да табамын. Біреу шындықты біледі, біреу мұның шын мәнінде қалай болғанын көрді. Мен тоқтамаймын. Иван оған ұзақ қарап тұрды да басын изеді. Жарайды, мен көмектесемін, бірақ абай бол. Краснов қауіпті. Оның көзі мен құлағы барлық жерде. Келесі күндері Дмитрий 7 жыл бұрынғы сол түнді есіне түсіре алатын ауылдың көнекөз тұрғындарынан, адамдардан ақырын білдіртпей сұрастыра бастады. Көбі үндемеді, қорықты, бірақ кейбіреулер айтып берді. Бірте-бірте көрініс айқындала бастады. Сол түні Кирилл Красновты мас, агрессивті күйде, қолында пышағы бар кезде көргендер болып шықты. Оның барда Гуровқа бүкіл залға айқайлап, қоқан-лоққы көрсеткені белгілі болды. Бірақ бұл куәгерлердің не ізі жоғалған, не кенеттен түсініктеме беруден айнып қалған.
Дмитрий бәрін жазып алды, ақпаратты түйірлеп жинады. Онда диктофон болған жоқ, камера болған жоқ, тек ескі ойын дәптері мен қаламы болды. Бірақ ол әрбір есімді, әрбір детальді тіркеп отырды. Бұл бастама еді. Баяу, қауіпті, бірақ бастама. Бір күні кешке, ол Иванның үйінде отырып, кезекті мәліметтерді жазып жатқанда, есік қағылды. Иван ашты. Табалдырықта спорттық күрте киген, жүзінен қорқыныш есетін 25 жастардағы жігіт тұрды. «Сіз Соколовсыз ба?» деп сұрады ол ішке қарап. Дмитрий шықты. «Мен». Жігіт жан-жағына қарап, ешкімнің жоқтығына көз жеткізіп, тез сөйлей бастады. «Менің атым Антон. Мен әкімшілікте бухгалтердің көмекшісі болып жұмыс істеймін. Сіздің сол кісі өлтіру ісін қазып жүргеніңізді естідім. Көмектескім келеді». Дмитрий сақтана қалды. «Неге?» Антон көзін төмен түсірді. «Өйткені үндеуден шаршадым. Краснов әкімшілікті бақылайды, бірақ бәрін емес. Мен құжаттарды көрдім, оның не істегенін білемін. Оның ақшаны қалай жасыратынын, қалай пара алатынын білемін, және оның ұлы Гуровты өлтіргенін де білемін. Бәрі біледі, бірақ үндемейді. Мен сізге құжаттардың көшірмесін бере аламын. Красновтың қаржылық алаяқтықтары. Бұл сіздің кінәсіз екеніңізді дәлелдемейді, бірақ оның қылмыскер екенін дәлелдейді. Бұл да болса бір нәрсе». Дмитрий жігітке мұқият қарап, бұл тұзақ емес пе екенін түсінуге тырысты. Бірақ Антонның көзінде шынайылық, қорқыныш және батылдық бар еді. «Сен неге басыңды бәйгеге тігіп жүрсің?» деп сұрады Дмитрий. Антон ашы жымиды. «Өйткені менің қарындасым бар. Краснов біздің отбасылық үйімізді жоқ қарыздар үшін тартып алғысы келеді. Жалған құжаттар. Біз дәлелдей алмаймыз. Егер мен сізге оны құлатуға көмектессем, бәлкім біз де құтылармыз». Дмитрий қолын созды. «Құжаттарды бер және рахмет». Антон жұқа, бірақ салмақты папканы берді. «Абай болыңыз. Краснов сатқындықты кешірмейді». Ол түн қойнауына сіңіп кетті. Дмитрий үйге оралып папканы ашты. Онда төлем қағаздарының, келісімшарттардың көшірмелері, пара алу схемалары, жермен байланысты алаяқтықтар болды. Бұл алтынмен тең еді. Бұл оны аяқтан шалғанына тікелей дәлел болмаса да, Красновтың қылмыскер екеніне дәлел еді. Иван иығынан қарап, ысқырып жіберді. «Дим, бұл шынымен де маңызды ма? Егер бұны жарияласа, Красновтың біткені». Дмитрий басын изеді. «Мұны облыстық прокуратураға апару керек. Жергіліктіге емес, онда бәрі сатып алынған. Облыстыққа. Тексеруді бастасын». Иван ескертті. «Бұл соғыс жариялау. Ол мұның артында сенің тұрғаныңды түсінеді». Дмитрий папканы қысты. «Мейлі, мен шегінбеймін». Келесі күні Дмитрий облыс орталығына кетті. Автобус 2 сағат жүрді. Бұзылған жолмен селкілдеп келе жатты. Ол папканы кеудесіне басып, терезеге қарап, өтіп жатқан далаға, орманға, ауылдарға қарап отырды. Әр минут оны кері қайтуға болмайтын шекке жақындата түсті. Ол бұл құжаттарды прокуратураға тапсырған бойда Краснов біледі, сонда нағыз соғыс басталады. Облыстық прокуратура қала орталығындағы бағаналары бар, қатаң кеңестік ғимаратта орналасқан еді. Дмитрий сатымен көтеріліп, металл іздегіштен өтіп, тіркеу бөліміне жақындады. «Мен қылмыс туралы арыз бергім келеді», деді ол кезекшіге. Ол қағаздардан басын көтерместен бланкты ұсынды. «Толтырыңыз. Тергеушінің қабылдауына жазылыңыз. 3-ші терезе арқылы жазылу». Дмитрий арызды егжей-тегжейлі толтырды. Коррупция, жер алаяқтығы, құжаттарды қолдан жасау, пара. Папкадағы құжаттардың көшірмесін қоса тіркеді. Содан кейін экономикалық қылмыстар жөніндегі тергеушінің қабылдауына жазылды. Қабылдауды 1 аптадан кейін тағайындады. 1 апта күту. Краснов біліп қойып, әрекет етуі мүмкін 1 апта. Бірақ таңдау жоқ еді. Дмитрий ауылға кешке оралды. Иван оны алаңдаушылықпен қарсы алды. «Тапсырдың ба?» Дмитрий басын изеді. «Тапсырдым. Енді күтеміз». Иван күрсінді. «Онда дайындал.
Краснов жақында біледі, оның адамдары барлық жерде. Мүмкін саған біраз уақытқа кете тұру керек шығар. Прокуратура жұмысын бастағанша бір жерде тығыла тұрсаңшы. Дмитрий басын шайқады. Жоқ, егер кетіп қалсам, ол мені қорықты деп ойлайды, ал мен қорықпаймын. Менің осында екенімді білсін. Краснов ойлағаннан да жылдам білді. Келесі күні ақ автостанцияға 3 көлік келіп тоқтады. Олардан 10 шақты адам түсті. Красновтың бүкіл соққыштары, басында сол тыртығы бар адам бар. Олар Дмитрий жұмыс істейтін ангарды қоршап алды. Соколов, шық, әңгіме бар. Дмитрий қолына гайка кілтін ұстап шықты. Иван артынан шықпақ болып еді, бірақ Дмитрий оны тоқтатты. Керек емес, Иван, бұл менің шаруам. Ол бандиттердің алдына батыл дайын тұрды. Тыртығы бар адам алға шықты. Сен оңбаған прокуратураға арызданыпсың. Біз білмейді деп ойладың ба? Виталий Леонидовичтің адамдары барлық жерде. Облыстан қоңырау шалып ескертті. Енді сенің күнің бітті, Соколов. Сен өліктің өлігісің. Ол ұзын, қорқынышты пышағын шығарды. Қалғандары алға жылжыды. Дмитрий жалғыз өзі 10 адамға қарсы тұра алмайтынын білді. Бірақ шегінер жер жоқ еді. Ол өмірін қымбатқа сатуға дайындалып, кілтін көтерді. Дәл осы кезде күтпеген жағдай болды. Ангардан Иван шықты. Қолында темір монтировка бар. Содан кейін автостанцияда жұмыс істейтін тағы 3 механик құрал-саймандармен шықты. Сосын бұрыштан базардағы шал Василий және тағы бірнеше саудагер көрінді. Содан кейін Тоня әжей мен көршілер, тіпті Дмитрий танымайтын адамдар келді. 20 шақты адам, бәлкім одан да көп. Бәрі үнсіз Дмитрийдің артына тұрды. Иван алға шығып, Дмитриймен иық тіресті. Егер оған тиісіңдер, бізге де тиісесіңдер. Жетті, шаршадық. Біз енді үндемейміз. Краснов ауылды жылдар бойы қорқытып келді, ал біз қой сияқты шыдап келдік. Дмитрий бірінші болып қарсы тұрды, біз онымен біргеміз. Василий де қолдады. Дұрыс, біз онымен біргеміз. Адамдар гуілдеп келісетіндерін білдірді. Бандиттер абдырап қалды. Олар қорқынышқа, көнуге, адамдардың олар келгенде қашатынына үйреніп қалған еді, ал мұнда төбелесуге дайын қалың топ тұр. Тыртығы бар адам өз адамдарына қарап, басымдық олардың жағында емес екенін түсінді де, жерге түкірді. Бұл әлі соң емес. Виталий Леонидович бәріңнің сазайыңды береді. Олар көліктеріне мініп кетіп қалды. Олар көзден таса болғанда, адамдар еркін тыныс алды. Иван Дмитрийді құшақтады. Көрдің бе, сен жалғыз емесің. Біз қорқудан шаршадық. Сен қарсы тұруға болатынын көрсеттің. Дмитрий жылдар бойы қорыққан, бірақ батылдық танытып тұрған осы қарапайым адамдарға қарап, жаны жылыды. Көп жылдан кейін алғаш рет өзінің жалғыз емес екенін сезінді. Бірақ ол бұл тек бастама екенін білді. Краснов бұлай қалдырмайды. Шынында да, сол түні Дмитрий күткен жағдай болды. Түнгі сағат 03:00-де Иванның үйіне көліктер келді. Көп көлік. 15 шақты адам түсті, бәрі маска киген, қолдарында биталар мен шынжырлар бар. Бұл шабуыл еді. Дмитрий түрмедегідей сақ ұйықтайтын. Алғашқы дыбыстан оянып, Иванды оятты. Олар келді. Марияны артқы есікпен көршілерге алып кет. Тез. Иван дауласпай әйелін оятып, артқы есіктен алып шықты. Дмитрий жалғыз қалды. Ол не болатынын білді, және дайын еді. Қолында жалғыз қаруы ауыр гайка кілті. Есікті 1, 2, 3 рет ұрды. Есік сынып, орнынан ұшып кетті. Ішке бандиттер басып кірді. Дмитрий біріншісін бастан кілтпен періп жіберді, ол құлады, екіншісінің тізесінен, үшіншісінің жағынан ұрды. Бірақ олар тым көп еді. Олар жабылып, жерге жығып, сабай бастады. Соққылар жан-жақтан жауды. Басына, қабырғасына, арқасына. Дмитрий қорғанды, жауап қайтарды. Бірақ күштең емес еді. Оны аулаға сүйреп шығып, жерге тастады. Бандиттердің бірі маскасын шешті. Бұл тергеушінің ұлы Кирилл Краснов еді. Беті ісіп кеткен,
қызарып кеткен, көздері есі ауысқандай. Ол мас немесе есірткі қолданған. Қолында пышағы бар, кезінде Гуровты өлтірген сол пышақ. Сен бәрін бүлдірдің, деп айқайлады ол пышағын сілтеп. Сенің кесіріңнен әкем ашулы, сенің кесіріңнен тексеру жүріп жатыр, бәрі күйреп жатыр. Мен сені өлтіремін. Гуровты қалай өлтірсем, сені де солай. Дмитрий жерде жатып осы сөздерді естіді. Мойындау. Кирилл Гуровты өлтіргенін өзі мойындады, бірақ ешкім жазып алған жоқ, ешкім көрген жоқ, тек ол және бандиттер ғана. Бұл дәлел емес еді. Кирилл еңкейіп пышағын көтерді. Дмитрий соққыға дайындалып қолымен жабылды, дәл осы сәтте. Тоқта. Полиция! Деген дауыс шықты. Фонарлардың жарығы көзді қарықтырды. Автостанция аумағына форма киген адамдар басып кірді. Нағыз полиция, жергілікті емес, облыстық. Олар бандиттерді қоршап, қолдарын қайырып, жерге жатқызды. Кирилл қашуға тырысты, бірақ оны ұстап алып, пышағын тартып алып, кісен салды. Дмитрийге полковник формасындағы адам келіп, қолын созып тұруға көмектесті. Дмитрий Соколов, мен полковник Медведевпін, облыстық басқармадан. Біз сіздің арызыңызды алдық, тексеруді бастадық, және Краснов әрекет етуге тырысса, сізді қорғауды шештік. Дәл уақытында келген сияқтымыз. Дмитрий сенбей тұрды. Бірақ сіздер бүгін түнде болатынын қайдан білдіңіздер? Медведев жымиды. Бізде де ақпарат берушілер бар. Красновтың айналасындағылардың бәрі оған адал емес. Бандиттерді алып кетті. Кириллді де. Дмитрийге медициналық көмек көрсетіп, соққыларды тіркеді. Медведев қалып, онымен бірге қираған үйдің алдында отырды. Соколов, сіз үлкен істі қозғадыңыз. Сіз берген құжаттар расталып жатыр. Краснов шынымен де жемқор шенеунік, алаяқ. Біз тергеуді бастап кеттік, бірақ сіз арызыңызда оның сізді 7 жыл бұрын аяқтан шалғанын айтыпсыз. Толығырақ айтып беріңізші. Дмитрий бәрін басынан аяғына дейін айтып берді. Оны қалай тұтқындағанын, істі қалай қолдан жасағанын, куәгерлерді қалай қорқытқанын айтты. Медведев мұқият тыңдап жазып алды. Түсінесіз бе, көп уақыт өтті, дәлелдеу қиын болады, бірақ мен тырысып көремін. Істі қайта қарауды бастаймын. Егер жаңа түсініктеме беруге дайын куәгерлерді тапсақ, тергеудегі қателіктерді тапсақ, ақталуға қол жеткізе аламыз. Бірақ бұл тез болмайды. 1 жыл, бәлкім 2 жыл. Дмитрий басын изеді, көзіне жас келді. Мен күтемін. Мен 7 жыл күттім. Тағы да күтемін. Ең бастысы, үміт болса болды. Медведев қолын оның иығына қойды. Үміт бар, және сіз жалғыз емессіз. Мен мұндағы адамдардың сіздің жағыңызда екенін көріп тұрмын. Бұл көп нәрсені білдіреді. Таң атқанда полиция кеткен соң, автостанцияға адамдар келе бастады. Алдымен бір-бірлеп, сосын топ-тобымен. Ауыл тұрғындары үндеуден шаршағандар. Олар тамақ, су, жылы киім әкелді. Иван Мариямен оралып Дмитрийді құшақтады. Бәрі артта қалды, дейін. Краснов тұтқындалды. Оның бандасы таратылды. Сен жеңдің. Дмитрий басын шайқады. Әлі жеңген жоқпын. Әлі кінәсіз екенімді дәлелдеу керек. Бірақ, бұл ол үшін соңғының басы. Бір аптадан кейін Дмитрий облыстық прокуратурадағы тергеуші Медведевтің қабылдауына келгенде, ол жаңалықтармен қарсы алды. Соколов, ілгерілеушілік бар. Кирилл Краснов мойындау туралы түсініктеме берді. Ол қорқақ екен, психологтар онымен жұмыс істеп жатыр. Ол 7 жыл бұрын Гуровты өлтіргенін мойындады. Қалай болғанын сипаттады, детальдары сәйкес келеді. Оның үстіне сіздің куәгеріңіз Тоня әжей өзі келді, жаңа түсініктеме беруге дайын екенін айтты. Краснов енді оны қорқыта алмайды. Ол қамауда. Дмитрий сөйлей алмай отырып қалды. Көз жасы бетімен ағып жатты, бірақ ол одан ұялған жоқ. Бұл жеңілдеудің, босап шығудың, әділдіктің жасы еді. Медведев жалғастырды. Мен сіздің ісіңізді қайта қарауды бастадым. Бұл уақыт алады, бірақ мұндай дәлелдермен сізде толық ақталуға үлкен мүмкіндік бар. Сіз кінәсіз деп таныласыз.
Сотталғандығыңыз жойылады, өтемақы төленеді. Шыдаңыз, Дмитрий. Әділдік баяу болса да келеді. Дмитрий орнынан тұрып, Медведевтің қолын алды. Рахмет. Үлкен рахмет. Бұл мен үшін не білдіретінін елестете алмайсыз. Медведев жымиды. Елестете аламын. Мен де кезінде жүйемен күрескенмін. Оның қандай екенін білемін. Барыңыз, өмір сүріңіз. Сот шешімі шыққанда мен сізге хабарлаймын. Дмитрий ауылға мүлдем басқа адам болып оралды. 7 жыл ішінде алғаш рет ол басын жоғары көтеріп, иығында ауырлықсыз, кінә сезімінсіз жүріп келе жатты. Ауылда өзгерді. Красновты коррупция, алаяқтық, қылмыстық топ құрған үшін 12 жылға соттады. Кириллді Гуровты өлтірген үшін 15 жылға соттады. Банда тарап кетті. Біреулері отырды, біреулері кетіп қалды. Краснов бақылап отырған бизнес адал иелеріне өтті. Базар жанданды. Адамдар салық төлеуді қойып, қалыпты ақша таба бастады. Әкімшілік ауысты, жаңа адамдар келді. Учаскелік полицияда жаңа, жас әрі адал жігіт. Ауыл ұзақ ұйқыдан оянғандай болды. Дмитрий жүк тасушы болып жұмысын жалғастырды, бірақ енді оған басқаша қарады. Құрметпен, алғыспен. Қарттар иіліп сәлем берді, жастар амандасты, балалар қол бұлғады. Ол өзін олай санамаса да батырға айналды. Ол тек істеу керек нәрсені істеді. Шындық үшін күресті. 6 айдан кейін сот шешімі келді. Дмитрий Соколов кінәсіз деп танылды, толықтай ақталды. Сотталғандығы жойылды. Заңсыз сотталған үшін өтемақы тағайындалды. Дмитрий қолындағы қағазды ұстап жылап тұрды. Иван оны құшақтады. Міне, бәрі бітті, дейм, сен босың. Толықтай босың. Дмитрий бұрынғы әйелі мен қызын табуды шешті. Олардың көрші қалада 2 сағаттық жерде тұратыны белгілі болды. Ол хат жазып, бәрін түсіндірді, сот шешімінің көшірмесін қоса салды. 1 аптадан кейін жауап келді. Бұрынғы әйелі Ольга қысқаша жазыпты. Ақталғаныңмен құттықтаймын. Мен сенің өлтіре алмайтыныңды әрқашан білдім, бірақ маған күту қиын болды, мен сындым. Кешір. Маша сені көргісі келеді. Сенбі күні сағат 15:00-де фонтан бағына кел. Сенбі жылдам келді. Дмитрий өтемақыға сатып алған жаңа киімдерін киді. Көп жылдан кейін алғаш рет қырынып, шашын алдырып, өзін ретке келтірді де автобусқа отырды. Толқып келе жатты, жүрегі атқақтай соқты. Қызына не айтады? Ол не дейді? Тани ма? Бақ жап-жасыл, күн шуақты, адамдар көп еді. Фонтанның қасында джинсы мен ақ футболка киген, ұзын қара шашты 15 жасар қыз отыр екен. Ол суға ойланып қарап отыр. Дмитрий оны бірден таныды. Маша оның қызы. Ол өсіпті, бойжеткен болыпты, бірақ бет әлпеті, көздері бәрі сондай таныс, ыстық. Ол баяу жақындап, бірнеше метр жерде тоқтады. Маша. Қыз селк ете түсіп, артына бұрылды, оған ұзақ қарап, сосын ақырын, әке. Деді. Дмитрий сөйлей алмай басын изеді. Маша орнынан тұрып, жақынырақ келді. Олар бір-біріне қарап тұрды. Арада 8 жыл. Мұң мен айырылысудың тұңғиығы. Анам сенің ақталғаныңды айтты, деді Маша ақырын. Сенің өлтірмегеніңді. Мен білмедім. Мен ойладым. Ол үндемей қалды. Көзіне жас толды. Дмитрий алға бір қадам басып, оны ақырын құшақтады. Ол қарсылық танытпады, тығыла түсіп, оның иығына басын қойып жылап жіберді. Кешір, әке, кешір, хат жазбағаным үшін. Мен кішкентай болдым, түсінбедім. Дмитрий оның басынан сипап, өзі де жылады. Сен кешірім сұрамауың керек. Бізді қорғай алмағаным үшін мен кешірім сұрауым керек. Қасыңда болмағаным үшін. Әкесіз өскенім үшін. Олар өтіп бара жатқандарға мән берместен ұзақ құшақтасып тұрды. Бұл жараның жазылу сәті, үзілген байланыстың қайта жалғана бастаған кезі. Кейін олар орындыққа отырып сөйлесті. Маша мектебі, достары, қалай тұрып жатқаны туралы айтты. Дмитрий ауыл туралы, не болғаны, күресі туралы айтты.
Детальдарға бармады, қорытпады, тек айтып берді. Ол тыңдап басын изеп кейде сұрақ қойды. Кездесу соңында ол: «Әке, біз енді көрісіп тұрамыз ба?» деп сұрады. Дмитрий басын изеді. «Егер сен қаласаң, мен әр апта сайын келіп тұрамын, немесе сен маған кел. Мен сенің өміріңде болғым келеді, Маша, егер сен рұқсат етсең». Ол кездесу бойы алғаш рет жымиды. Оның күлкісі сондай жарқын болғаны сонша, Дмитрийдің жүрегі жылыды. «Қалаймын, кел, мен күтемін». Олар қоштасарда құшақтасты. Дмитрий өмірінің қайта мәнге ие болғанын сезініп кетті. 1 жыл өтті. Дмитрий анасының сатылып кеткен үйін қалпына келтірді. Оны өтемақыға қайта сатып алып, жөндеп жайлетті. Ауылдағы ауруханаға тұтқындалғанға дейінгі қызметіне электрик болып жұмысқа орналасты. Өмір қалыпты арнасына түсті. Ол Машамен әр апта сайын кездесті. Олардың қарым-қатынасы нығая түсті. Ол тіпті демалыста әкесіне келіп, жөнделген үйде тұрды. Ауылда серуендеп адамдармен танысты. Бір шуақты жаз күні Дмитрий өз үйінің алдында тұрып, аулада Машаның көрші балалармен ойнап жүргеніне қарап тұрды. Иван келіп, қасына отырып, шылымын тұтатты. «Ал, Дим, өмір реттеліп жатыр ма?» Дмитрий күлімсіреп басын изеді. «Реттеліп жатыр, баяу, бірақ нық». Иван түтінді үрлеп, терең тыныс алды. «Жарайсың, берілмедің, күрестің. Жеңдің. Кез келгеннің қолынан келмеседі». Дмитрий оған қарады. «Мен жалғыз жеңген жоқпын. Сіздер бәріңіз көмектестіңіздер. Бүкіл ауыл қарсы тұрды. Сіздерсіз менің қолымнан келмеседі». Иван оның иығынан қақты. «Сен бізге болады екенін, қорқудың қажеті жоқ екенін, шындықтың зұлымдықтан мықты екенін көрсеттің. Ол үшін саған рахмет». Кешке Маша анасына кеткенде, Дмитрий зиратқа барып, анасының қабірінің басында тұрды, гүл қойды. «Анашым, мен ақталдым. Енді сен мені мақтан тұта аласың. Мен қаншер емеспін. Мен жай ғана шындық үшін күрескен сенің ұлыңмын. Сенің көзің тірісінде орала алмағаным үшін кешір, бірақ мен уәдемді орындадым. Мен дәлелдедім». Жел жапырақтарды сыбдырлатты. Дмитрийге анасы естігендей көрінді. Ол үйге оралып, үй алдында күннің батқанына қарап отырды. Аспан алтын мен алқызыл түске боялды. Күн батып, түнге орын беріп жатты. Қайдағы бір алыста оның өткен өмірі, мұңы, әділетсіздігі, түрмесі қалды. Ал мұнда қазір нағыз өмірі бар еді. Қиын, мінсіз емес, бірақ адал өмір. Қызымен, достарымен, жұмысымен, үйімен. Дмитрий өзі 7 жыл отырған колонияда қазір отырған Красновты есіне алды. Әділдік жеңді, баяу, азаппен болса да жеңді. Ол іштей кектенуді сезінген жоқ, тек жеңілдеуді сезінді. Бұл кек алу емес, бұл тепе-теңдіктің қалпына келуі еді. Телефон шырылдады. Дмитрий экранға қарады. «Маша». Ол жауап берді. «Сәлем, әке», деді ол. «Жай ғана қайырлы түн тілеп, бүгінгі күн үшін рахмет айтайын деп едім». Керемет болды. Дмитрий жымиды. «Маған да». «Жақсы жатып тұр, қызым. Сені жақсы көремін». «Мен де сені жақсы көремін, әке». Ол телефонды қойып, шығып кеткен жасын сүртті. Бұл бақыттың жасы еді. Көп жылдан кейін алғаш рет ол шын бақытты болды. Өмір оған екінші мүмкіндік берді, және ол оны жіберіп алмады. Күресті, азап шекті, бірақ соңына дейін жетті. Енді ол өткенге жалтақтамай, болашаққа қарап өмір сүре алады. Түн ауылға тыныш, жұмсақ орнады. Аспанда сансыз, жап-жарық жұлдыздар жанды. Дмитрий үй алдында отырып, тыныштықты тыңдады. Бұл тыныштықта шынайы, лайықты бейбітшілік бар еді. Ол үйде, ол бостандықта, ол адам осының өзі жеткілікті. Бір жақта алыста пойыз гуілдеп, біреуді басқа өмірге, басқа оқиғаға алып бара жатты. Ал мұнда, осы кішкентай ауылда, осы қарапайым үйде тозақтан өткен адам отырды. Сынбаған, қатаймаған, қайта күшейген адам. Және бұл оның жауларын ғана емес, жағдайды, әділетсіздікті, өзін жеңген жеңісі еді. Дмитрий орнынан тұрып үйге кірді, есікті жауып, жарықты жақты. Қабырғада фотосурет тұр еді.
Ол, Маша және анасы, бәрі жақсы болған көп жыл бұрын түскен сурет. Ол оған ұзақ қарап тұрып, ақырын: «Біз жеңдік, бәріміз бірге. Сіздерге рахмет», деді. Содан кейін ертеңгі күннің жаңа мүмкіндіктерге, үміт пен қарапайым адамгершілік бақытқа толы болатынын біліп, ұйықтауға кетті. Өмір жалғасты. Оның адал, нағыз өмірі.